Сәлем достар, бүгін мен сіздерге шелпектің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ және де тез дайындалады. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сүт құямыз. Жұмыртқа саламыз. Тұз. Қант саламыз. Және де жақсылап араластырамыз. Ұнымызды 2 бөліп саламыз. Жақсылап илейміз. Осындай әдемі жұмсақ қамыр шығады. Салафанға салып 10 минутқа тоңазытқышқа алып қоямыз. Тоңазытқыштан шығарып, осылай қамыр жаямыз. 7-8 бөлікке бөліп аламыз. Осылай жайып шығамыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта етіп жайып шығамыз. Қызып тұрған майға осылай екі шетін жақсылап пісіріп аламыз. 10-15 секундқа пісіріп аламыз. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.